Міне келдік осы жер ғой, иә. Өте әдемі екен. Жеңілуге дайынсыңдар ма? Қайдағы жеңілу? Біз жеңеміз бәрібір. Көреміз. Ол жерде сендер шешпейсіңдер. Адамдар, халықтар шешеді. Ал біз олардың бәріне айтып қойдық. Енді сендер жеңіліңдер. Қойша, кел. Дананан, Аликша, иә. Так, Бибінұр, давай сал. Қаш шыбай. Не oldu? Қаш. Так, Дана қараш. Ана қолында ұстап тұрған ойыншығы ғой, біздің мақсаттың ойыншығы ғой. Не дейсіңдер? Ана ұстап тұрған ойыншығың мақсаттың ойыншығы ғой. Қойша, мақсаттысыңыз, ондай ойыншық көп қой. Қояйыншы, сендер сөйлей бересіңдер. Ананы қара, Дана. Не болды? Ана біздің көйлек, мен соны жоғалтып алған едім. Құмаша, ол біздікі. Ол біздікі, түсінің ба? Біз өз қолымызбен жасадық. Кетші бар. Бірақ нечесіне ғой бұл? Жарайды. Менде өзімдікі бар. Дана, білесің ба? Ол біз ұнатпаған көйлек емес па? Ал біз өзіміз новыдан жасап алдық. Туына көйлектерін қандай жаман? Біздікін қараңдаршы, өте әдемі. Олар білмейді ғой, бұл біз жаман екені. Не деп тұрсыңдар, сыпырласы ба? Жоқ, ештеңке. Сене анау, немене үстіне помидор қосып, обал қылып, одан мен сияқты палау жасамайсың ба? Ой, қойш, оны жарыс кезінде көреміз. Жарайды, жарыс кезінде көрсек көрейік. Онда біз кет, дайындалық кел. Иә, жүр бізде. Так, бірінші таныстыру. Таныстыруды қандай киіммен киесің? Өзінің үйіне алып келген киімді киесің. Мен алдын айға тастап кеткем. Нағымдікі. Тиіспе, ол менікі. Сенікі ма? Я, мен осымен таныстырамын. Таныстыра бер. Не, алдап? Қояйын. Әдем боп тұр ғой, Бибінұр келші мен басымдағын. Әдем боп тұр, Бибінұр айтшы. Өте әдемі. Ананы қараш киімі, пижама сияқты. Я. Өзіміз дайындалайық, менің киімі міне. Әдемі ғой, қай киімнен алдым? Қаладағы өзімнің киімінен. Мынаны салып қояйын, және телефонды салып қояйын. Ана жерге қояйын, қолөнерден салып қояйын. Туына қолөнерлерін қараш, басына жасап алғансың. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде ауыл аруы байқауы басталғалы жатыр. Бізде бұрындары әр ауыл аруы болған сайын қарақат жеңгердің оған қарсылас табылмаған болатын. Ал бұндай кеш мүлдем болмайтын. Енді оған табылып адам, енді бүгін қызықты болмақ. Барлықтарыңыз көңілдеріңізді көтеріп отырыңыздар. Давай! Я! Ұтады! Кім ұтады екен? Ал тыныштық сақтайық. Ең бірінші не берілетінді айтып көрейік. Жүлделі орынға алтын кубокпен 50.000 теңге ақшалай сыйлық. Өздеріңіз білетіндей кезең 4 сайыстан тұрады. Ал біз бастайық. Қыздарды бірінші кезең таныстыру. Қыздарды ортаға шақырайық. Ең бірінші көрсететін өнерін ол бізде Ақнұр. Ақнұр. Ал енді мен шыға тұрайын. Әжеге микрофонмен айта бер. Менің атым Ақнұр. Мен Алматы қала тұрғынымын. Және менің жасым 13-те. Мен бұл сайысқа өз өнерімді көрсетуге келдім. Және сіздерден қолдау сұраймын. Маған дауыс беріңіздер. Сіздердің аруларыңыз Ақнұр. Ақнұр. Рахмет сіздерге, рахмет. Ал енді Ақнұр, кезек қарақатта.
Фу, мынаның киімін қарашы, одан Ақнұрдың киімі әдемірек. Я, мынаның киімін қарашы, түнде ұйқыға жатарда киінетін киім ғой. Сол ғой, фу. Менің атым Қарақат, өздерің білесіңдер ғой енді. Потом не айтсам болады? Менің жасым 13-те. Фу, мынау не жаман. Фу, Қарақат, фу. Я, еще өзін атымен жасын әрең айтып тұр. Болды, керек емес, көрсетпей қой, тыңдағымыз да келмейді. Тыңдағым келмейді? Маған дауыс берсеңдер, қолдасаңдаршы. Болды, Қарақат, ашуланба, түсе ғой. Бір. Өздерін байқағандай, бірінші сайыстан кім женді? Ақнұр жеңді, Ақнұр. Я, Ақнұр жеңді. Ақнұр жеңді. Я, өздеріңді сайттысынар. Бірінші сайыстан Ақнұр жеңді. Көрдің бе, айтып жатыр Ақнұр жеңді деп. Көреміз әлі. Екінші ол тамақ. Тамақтан қазақи күріш істеу керек. Так, мен киімді киіп алайын ба, әлі осылай жүрем. Позорым шығарды мына киімше. Мына киімді киіп алмасам болды. Ал енді келесі тамақ пісіріп келу. Қыздарды ортаға шақырайық. Бұл менің тағамым. Бұны ауылдықтар білмеу мүмкін. Бұл спагетти мен томат қосылған. Өте дәмді, жесеңіздер, дәмі тіл үйіреді және өте дәмді. Осы менің әзірлеп келген тағамым. Бірекш, сенің тамағыңды жемесек те өте дәмді екен білеміз. Я, сен тамағын әдетте өте дәмді деп ойлаймын. Я, сенен асқан аспа жоқ. Я, Ақнұр, молодец, өте дәмді секілді. Я, Ақнұр, сен барып орнына бара бер, көрмесек те болады. Я, жақсы. Бұл менің тағамым палау. Ауылдықтар жейді, анау не? Түкте жамайды. Осындай тамақ істемей ма, я? Мынау не, Қарақат? Күнде бір нәрсе жей береміз ба? Өмірде де басқа нәрсе көрейік та? Я, не мынау? Күнде палау, онсызда үйде күнде палау жейміз. Уже кім не қалай істелінетін біледі ғой? Не только қыздар да жолдарын өзі білетін шығар. Я, өзіңіз де білеміз. Шамалы, қызығырақ нәрсе дайындамайсың ба? Бір сендерге ақ жақпадым ғой? Кетіндеш бар? Тоқтаңдар. Бұл сайыстың жеңімпазы, бұл кезең жеңімпазы. Мен жеңдім. Білесің ба, мен жеңдім ғой, тағы да ма? Қарақат не ұтылып қалып жатсың? Не болыпты? Әлі тағы да сайыс бар. Мен жыным депті. Жарайды, жеп алайыншы. Так, наққа қоя салайын. Енді келесі бізде киім сайысы. Я, киініп алайық. Ал енді өздеріңіз білетіндей киім сайысы. Бірінші өнер көрсететін Ақнұрды ортаға қарсы алайық. Менің дайындап келген көйлегім осылай бір матадан тіге бермей, одан да өзгеше қылып, даладан жапырақтарды жинап, әдемілеп, матаның үстіне жапыстырып, оны енді қолымнан жасадым. Қолдан жасаған сыйлық өте күшті дейді ғой. Матадан жасай бермей, осылай да жасап тұру керек деп ойлаймын. Керемет, күшті, өзіңе құйып қойғандай. Рахмет. Енді келесі Қарақат шақырайық. Мынау менде қызыл аяқ киім. Осындай көйлек болды. Көйлек. Туынан қараш. Сол ғой, барлық бұлай келеді. Не болыпты, сөйлей бересіңдер? Нормально? Зат айтсаңдарш? Фу, жаман деп айта бересіңдер. Қолдасаңдарш?
Айтпесем осы сайыстан кейін көрсетем сендерге. Болды, Қарақат, тоқтат. Болды, шыға беріңе болады. Ал енді үшінші кезеңнің жеңімпазы өздерің айтыңдаршы. Ақнұр жеңді бұл сайыста. Я, енді қолөнер күтеміз. Тағы да мен жеңді, білесің бе? Мен саған сенгенмін. Ал енді қолөнеріңді апарып бер. Міне менің қолөнерім. Былайста. Келесі ол қолөнер қолдан қыздар жасап келеді. Бірінші Ақнұр. Мынау менің қолөнерім. Бұл жерде мен қыздарға шашына тағып қоятын өте сәндінің жасадым. Всегда абада оқысында таға бермей, осылай қыдырғанда әдемі қылып тағы жүруге жасадым. Қалай? Ұнады ма? Өте керемет, өте керемет. Я, өте керемет. Сен жеңдің деп ойлаймын. Сен жеңдің. Рахмет. Бұл менің ойыншығым. Бұл ойыншық сінес. Біз саған кішкентай баламыз ба? Ей, бұл ойыншық күшті. Жоқ, түкте керішті емес. Я, болды, жеңбедің. Ойындаш болды. Ал енді ортаға Ақнұр шақырайық. Ақнұр, кел. Енді жеңімпазды біз білдік. Ол Ақнұр, енді оған табыстайық. Оған біз алтын кубок береміз. Рахмет. Және де ақшалай сыйлық. Қатты қуаныштымын. Молодец, Ақнұр. Осыған барлығына көмектескен менің досым Дана. Дананы шапалақтайық Данаға. Ал енді осымен сайыс бітті. Сау болыңыздар.